Адам деген сәл ойлану керек шығар, правильный болып қалған қарсы. Ты чё, офигел, бақа, а? Немене мен халықтың алдында мен позорым шашып атсың сен? Или очко жинағың кеп тұр ма? Не істеймін мен ол очконы, айтыңызшы. Халық онсыз да кеп жүрген жоқ па, сол проблемаларын айтып жүр ғой. Мен айттым ғой сізге соның барлығын. Тұрдыңыз да халықтың көзінше осы бала шешеді бірдеңе деп маған тығып жіберіп жатсыз. Енді мен кінәлі болуым керек па? Әкім басым мен? Или менің қасында бірінші күн жүрсің ба сені? Өзің ауылдастарың ғой түсінеді ғой сені. Вот именно менің ауылдастарым, бұл менің ауылым, мен осы жерде туып өскем, жүргем осы жерде. Сіз түсінбейсіз соны. Қаладан кеп аласыңдар осылай, әкім болып аласыңдар, кетесіңдер ертең көтеріліп барлығын. Біз қаламыз осы ауылда. Болады ғой ауылдастардың бір проблемасы шешіп беруге. Болады ғой, дұрыс па? Қолымыздан келеді ғой. Әлі баласың ғой сен ше. Уәке, надо будет бар ғой, мен шаршадым бұндай жасандылықтан, өтірік сөйлеуден. Замыңыз болмайын бар ғой. Халықтың көзінше шығардыңыз ба, зам тауып алыңыз басқа өзіңізге. Мына саусағың ше, шош айтқан қоймасын, қазір замыңды шығарам мен сен. Бопты бар ғой, по-любому шығам бірақ жұмыстан. Кетем мен. Кет. Керек едің сен маған. Манас, түкірмесе, біреу тамақ ішіп отқан шығар. Түкіргенім бар. Байқадыңдар ма жаңа? Асфик қатты ойнатты, Нені? Жаңа президентке айтам дедің ба? Бірдеңе дедің ба? Қатты ойнатты бердің. Шындысың ба? Мен оны серьезно айттым ғой мен. Президентке барып айту керек оны. Ондай әкімнің ауылға 5 тиынға керек емес. Осындай тегіс жас берген басаған бақа. Мынауың әлі ойнатып тұр. Бір халыққа пайдасы тисін деп бірдеңе айтсаң осы, біреуің серьезно қабылдамайсыңдар. Ринат Заитовтың күйін кешіп тұрмын дәл қазір. Яғни бақан жұмыстан шығарам деп жатыр ғой. Сол натуре шығаратын болдым екен. Шығармайды оны. Акиматта жалғыз сол ғой жұмыс істейтін. Шығармайды уайымдамай. Натуре бірақ, менше баған әкімге қарап тұрып, бетіне қарап тұрып. Қара бет деп. Байқаумен қалай айттым бағана, байқадың ба? Соны неғып айттың сен? Тиктоктан көрген ба? Тиктоктан көрсең айта бересің ба не? Айта берем. Сонда келесі жиналыста 10К 10 деп тұрасың ба? Тұрам. Тұр онда ұнаса солай. Жақсы болса. Мен сұрағым қалай болды, мен әкім жиналыста. жақсы ма? Малас, жиналыста сұрақ мен. Қызыма барып қайтсын. Бірге барып қайттан. Аспик мен де амаш яу. Бармайсың. Аспик өзім төлейм. Алдым басына алдым. Қатты төбек осы кезде. Бомбардир болып мен. Кинодағыдай жиналып атсың ғой. Сәл әдемірек коробка мадым деген болмаса. Кетіп баратырық та, не істейсің? Әдемі коробка. Мүмкін ойланасың. Алыс болса да туысқан ағаң ғой мен сен. Мына жұмысқа сен таныс арқылы келгенді ұмыттың ба? Мен 6 жыл оқыдым ғой, әке. 4 жыл бакалавр, 2 жыл магистратура, ол саналмай ма сонда вообще? Жоқ, бізде барлық таныс шешеді. 6 жыл неменеге оқыдым мен? Барып адамдармен танысып жүрсем, 6 жылда көтеріліп кететін ем ғой. Міне енді түсініп тұрсың ғой соны. Қалмайын по-любому жұмыста. Не істейсің сен? Кеттің алды, кеттік дейіліп. Не істейсің сен? Ақ саусақсың ғой сен. Сен ақ саусақ емес, сен мөлдір саусақсың ғой сен. Қалай ол? Прозрачный. Бопты ғой, қандай саусақ болсам да мен жұмыс істеймін. Қалаға барам осыдан бар ғой. Қалаға барып таныссыз-ақ көтерілуге болатын көрсетем, дәлелдеймін мен. Таныссыз танылғандар дейтін бағдарламада отырам, әдемі болып ютубтан көресіз сол. Бара беріңізші өке. Сәттілік. Маған кино деп қойды, өзі кино болып кетіп барады ғой. Ай, өке. И деп ұрады ғой, короче.
одан кейін кадыгың бүйтіп тұршы мына жерін шығарып ше. Қойш, мен де ағам армияға барып келді ғой. Оның бәрін көрсетіп тастаған баяғыда. Еме. Айтпақшы. Мен армияда кезде сен КВН ойнап жүр дей ма? Şu отылып қапсыңдар ғой ана жасыл шалбар киген балдардан. Ой, иә, бопты. Неменеге мына үстіңдегін шешпей жүрсің? 2 күн болды ғой армиядан келгеніңе. Ыстық қой маған мына форма. Конечно, ыстық дала деген жаз болып тұр ғой. Білмей қалды деп ойладың ба? Газ. Құмаш жанып тұр ғой дала. Күн суыған күтеміз ба енді? Манас, мен сен армияға барып, аман сау болып келема десем, қуып қапсың ғой, неменеге президентке айтам деп бүкіл акимат чулатып жүрсіңдер? Мұнан кім не естіп жүрсің? Ойбай, бүкіл ауыл шулап жүр. Бүкіл ауыл деген кім конкретні? Аналар неғып сенбей жатыр маған. Мен істеймін десем істейтін ғой, білесің ғой. Істейсің ғой маған. Президентке айтамын деген сәл өтірік болып қалды ғой негізі. Мен надо будет Трампқа айтамын мен. Соғыс тұтатып тастаймын мен. Қой, қолдан келеді ғой. Негізі сен сияқты адам әкім болу керек бізге. Сен мен кім екенін білмей жүрсің ғой просто. Мен кім екенін білсең, жүрегім жаулап аласың ғой сен мен. Папа келді. Көшеде не жүрсің? Қайтпайсың ба үйге? Магазинге кетіп қайтамын біз. Сіз қалай кетпедіңіз ба? Жоқ, бензин жоқ. Болды, қазір қайтамын артыңыздан келем. Неғып ашуланып жүр ғой? Білмеймін, сөйтеді. Ашуланып сөйтеді. Сіздерде 1625. Кена, мен атыма жазасаңызшы. Ойбай, сендер президенттің адамы емессіңдер ма? Қалайша көк деген ақшаларың жоқ? Онда президенттің атына жазасаңыз? Мамаңның атына жазамын онда. Рахмет әпке. Дияс, естідің ба? Мына Қытайда дейді, біз сияқты ұрлықшылар болады ғой. Так. Солардың алып саусағын түбінен чамады екен ойлашы. Заң да бар екен сондай. Ол заңды біздің елде пайдаланса қалай болады екен? Бізде уайымдама, ондай болмайды. Неменеге? Әйтпесе келесі заңды қоятын саусақтары болмай қалады ғой. Бар ғой, әңгіме айтады. Мынары ғой, ажыр кішілі дейді. Қорқып қалған ғой, алдындағы балдар ғой, балдар қорқып. Президентке айтып беріп жатыр. Президентке дейді. Асбек, не үшін шақырдың бізді сонда? Не үшін шақырғанда бар ғой? Ана біздің айтқанымыздың бәрін бүкіл ауыл естіп алыпты ғой уже. Бүкіл ауылдың көзінше айттың ғой сен. Халықтың жиналысында айтама сондай әңгімені? В общем, енді бізге президентке баруымыз керек, точно ше. Айтпасаң, президентке айтамын деген сөз бетімізге басып мазақ қылып отыр кәдімгідей. Біз айтқан жоқпыз ғой, сен айттың ғой өзің. Адамды ашуландырады бар ғой. Сен кесіріңе жұмыстан шығып кетіп отырмын мен. Әкім шығарып жіберді жаңа кең ауыз. Ондай болатын болса бар ғой, бізге натури бару керек президентке. Неге? Жұмыстан шығарып жүрген ғой маған. Сен контурға баратсың ба, балалар жинап бара салатын. Президент қой, ол президент. 6 ай бұрын жазылу керексің. Қабылдауына кіргізе ма, кіргізбей ма, білмейсің оны. Әкім, депутат, министрлер барамай жүр ғой о жаққа дейтін. Үнемі артқа тартасыңдар ғой. Барып көрек та, может қабылдап қалар бізді. Үмітсіз шайтан ғой. Тойған бұндай әңгімелерге ше, сенбеймін мен бұндай әңгімелерге бар ғой. Үнемі сенбейсіңдер бар ғой. Кезінде Димашқа да ешкім сенбеген бар ғой. Қытайға барды да жарқ етіп жұлдыз болып шыға келді ғой. Дауысы әдемі ғой Димаштың. Әдемі айтады ғой, сол үшін алды ғой оны. Біздің де дауысымыз бар ғой. Науда әдемі айтты бағана бірақ. Димаш сияқты. Ол әңгіме дегеннен қорықпаңдаршы бар ғой. Ауылда әңгіме дейтін 2 күннен кейін ұмытылып кетеді ғой, білесіңдер ғой. Кезінде Сәрсенкүл апаның қызы білесіңдер. Байдан қайтып келген кезде бүкіл ауыл шулады ғой. Болды, 1-2 күннен кейін бәріміз ұмытып кеттік қой. Қыздай болып жүр, әдемі болып. Сен ұмытпай айтып отырсың ғой осыны. Мен жаңағы есіме салды, енді ұмытып келе жатыр едім ғой. НАТО пашлы бар ғой, Бақытжан. Президентке біз сен үшін баратық, білесің ба? Ана әкімді орнынан алып тастап, орнына сен новый әкімді қояйын деп отқан жоқпыз ба? Ауылдың жағдайын жасайды, оқыған, тоқыған, акиматта жұмыс істеген опыты бар. Осы ауылдың тумасы деп
Асекең де дұрыс айтып отыр, негізі ше. Сөздің жаны бар, білімді жігіт қой бұл да кәдімгі. Өзім бар ғой бәке. Зам болсам ба деп отырмын сізге. Дипломың бар ғой әйтеуір. Аттестатым бар ғой енді. Бопты, бірден қыламыз оны. Құдай қаласа бәке. Көз алдымызда Құдай қаласа. көз алдымызда жұмысқа кіріп алған ше мынаны, иә? Ал құрметті ауыл жастары, құдай қаласа президентке барамыз, шешеміз, айтамыз. Шешілмейтін түйін жоқ. 6 ай емес онша қолымыз ұзын ғой, құдайға шүкір. Жолдан қалмайық. Бақа, тоқты, қаяқтың астанасы, қаяқтың президенті. Бармаймын ешқандай президентіңе қуасың ба сен? Диас, сен бағана ғана әкімге қарабет деп айқайлап айтқанын білесің ба? Қа бармай қалсаң президенттің алдына өзің қарабет боласың. Адамда кішкене намыс болу керек қой, сөзіне жауап беру керек. Жігіттер, ол да дұрыс айтады. Мынау болмайтын тема. Мен бармаймын. Нұржан, сен әке шешең не үшін жұмыссыз жүр білесің ба? Әкімнің кесірі соның бәрі. Бүкіл жерге өзінің туыстарын қойып алған. Қазір әшейін кочегар, уборщица болу үшін 1 миллион сұрайды, білесіңдер ма? Сұрайды? Пара бүкіл жерде. Мен әкім болсам, құдай қалса, осының әке шешең жұмыс қалмайын ба? Алайық. Жігіттер ма? Біздің қолда. Өзбекше, мен саған айтайын ба? Барып тұрмын онда, жазып қойыңдар онша. Фамилиясы айтшы, әке шешең атын білем ғой, фамилиясын білмейді екен. Жазып қойыңдар. Жазып қойшы, 2 кочегар аламыз. Болды. Біреу жазда, біреу қыста кочегар болып жүреді. Әдемі. Барып тұрмын. Манас барады, онсыз да, Манас барады. Қолы бос, десейді ол. Бұндайдың көбісі бар, Ақорда жақта. Бақытжан, маған жалынбай қой, мен Астанаға барамаймын, үйден шығамаймын, мен ашығы. Бесеу болып барсақ та әдемі ба деймін. Негізі бар ғой. Негізі, ештеңе етпейтін сияқты бар ғой, осы. Как раз бізде 5 адамға әдемі болады ғой. Бір адам қалсын ауылда жұмыс істейтін болып жақсы ғой. Тоқта, жаңағында көндірмейсің ба мені? Көндірмегенде 5 адамға жалдап қойып ек та машинаны просто. Отчетқа кетіп қалды ғой сөйтіп 5-еу болып енді ол. Әкең заявкеге 5 адам деп жазып жіберді жаңа просто. Сүйіп кетейін бе бәле? Енді ол бір 7 орындық альфард керек болады ол кезде, папасында бар еді ғой, как раз осы жігіттің. Соң көрейік та. Алып шықпасаң оны. Ол жылайды папа деген ше, ол машинасына. Білесіңдер ғой, үстіне оны коробкасы кетіп қалған. Бензин насосы да кетіп тұр. Түнде фары да жанбайды ғой оның. Одан кейін 4 дөңгелегі де лысы ғой. Телешкі болып қапты ғой, машиналарың, О, шықтың дер ғой, бір бәлесі кетіп қалса, жыланып звондайды ғой, жыланып білем ғой, өзім папам ғой менің. Папаң емес, өзің жылап отырсың ғой. Бармай ақ қойсайшы бұл. Тоқташы. Папаң, көндіріп берсем. Айдайсың ба машинаны? Бермейді ғой, мен баласымын ғой, білем ғой мен. Сен тірлігің емес қой, мен барам да көндіріп өзім әкеп берсем, сен айдайсың ба машина, айдайсың ба? Айдаймын ғой өзім машина. Міне. Болды. Болды ма? Болды. Болды онда. Екеуміз жаңа тірлікті. Жүрсек ет, екеуміз барып Шешіп келе берейік та онда. Точно сұраймыз ба? Сен мамандығыңды ұмытып қалдың ғой сен, Не ол? Ұрлаймыз ғой біз. Сұрау үшін қаншама уақыт кетеді білесің бе? Кіресің, әңгіме айтасың, завтрак іш дейді, одан әңгіме айтасың, тағы да одан обед болып қалды, обед ішіңдер дейді. Бәріне уақыт кетеді. Кірдің, ұрладың, алдың, болды емес пе? Уақытың бар, тез кетеді. Әпкелерді де үрлемейміз зато. Давай онда. Кел Сулифа, давай. Кім кіреді? Сулифа. Кірсей бар. Тұтқан кіреді. Сондай болып жатыр ма? Барса кірсей бар. Қойш. Пұш. Бұлдыран. Сен онда сыртты күзете тұр. Мен апсам да. Қарап қой, Тентек болмау бе? Ешкім жоқ па? Берге бер. Жоқ, қуазым мұнан немеге бөлшек деп әкеп атсың? Түгелде ақ білсем көріп қояды ғой штегілер. Те одан да құртырмай, мұнан источникқа апарып жината бер ақырын дейді. Уақыт жоғалтпай. Тентек, берге бер. Басын істемеймін ба сен? Адам құсап ұрлақшы, мен барам да қазір әпкелермен сөйлесіп алдай тұрам. Сол кезде кіріп өзің ұрлап шығасың, ана бұрынғы тауық ұрлағанды түсіндің ба? Давай кеттік. Мен сөйлесем, сен ұрлайсың.
Дияс дұрыс болды папа да машина сұрап бергеніңе. Уайымдамай жатқанша үйде, я? Айда, дым уайымдап атқан жоқ, айдай берсей. Негіз береді папа маған, өзіме дейін, өзім не болды мынау сонда, Қайдан бір әдем шыға қалдық деп ойлап ем өзімде ше. Бәрі күшті болып кетті деп. По-моему, стартер кетіп қалды мынау. Қарап шықпайсың ба енді? Үйден соны асықпай стартқа қойып. Бірақ әңгімеңе қарағанда ұзақ жүріп берді машинаң бар ғой, мен риза болдым. Стартер кетпеген ғой мынаның. Бензин бітіп қалған ғой просто. Қызыл жанып тұрған аяғы. Бәсек, жылан құғы құр жылана береді. Жылауы қайшын. Шегірткен айғыр ұқсап бекер ап шықтық бәле. Тастап кету керек еді. Бензин құяқты онда, бензин құяқты. Бензин құю керек болса, 92-дегі Мараттан алып қойық, как раз сол сатады ғой. 92 құймаймын мен, только 95 құям ғой. 95-те кім бар еді бензин сататын? О, бензин сататын ауылда аз ғой адам негізі. Бірақ мен бір адамды білем ше. Уәке, Сен ба, не болды? бір минутқа бір Уақыт жоқ маған. сөйлесіп жіберейікші, уәке бір. Мен бір кешірім сұрауға келіп тұрмын сізге. Білем мен жаңа қателесіп кеттім сәл. Білмеймін не үшін олай айтқанымды ше. Бір кешіріміңізді беріңізші. Кешірмеңіз, ғафу өтінемін дейінші мен сізге. Ит болсаң да оққан итсің ғой негізі. Итпіз ғой, итпіз бе. Эмоцияға берілесің, әлі жассың. Давай кейін сөйлесеміз. Жоқ, уәке. Қазір бір құшақтасайықшы бірінші. Жақсы құшақтасып алдық бір-бірімізді. Жақсы болып қалдың ба? Иә. Бір қателігімді кешіріңіз енді уәке. Ағалық танытып. Кешірім сұрап атқанын түсінемін, бірақ мынау по-любому жүректің түбінде қалады екен айтқан сөздерім. Ол жүректі тазалаймыз. Астын, үстін, түбін бәрін тазалаймыз. Артыңызды тазалап жүрдім ғой 3 жылға дейін. Жүрек деген западлы болып тұрған жоқ маған. Ең бастысы сіздің кешіріміңіз ғой маған. Болды, басқасы керек емес. Кешіріңіз. Қадімгідей тәубеңе келіп қапсың сен, Мешітке барып келе жатырмын ғой жаңа осы келерде кетіресіз. Жиі барып тұршы айналайын. Бопты, не болса да енді жарайды енді осы жолы кешірейін, бірақ қайталанбасын де. Бақытжан. Кімді кешіресің, не ол? Сен жаңа енді кешірім сұрап тұрсың, содан кейін бір жолға кешірейін деймін. Не үшін кешірім сұраймын мен сенен? Тіпу, мә кешірім сұраймын мен сенен. Ей, болды, очки тағып алдың, болды, крутойсың ба не? Ей, мен сен бүкіл бұлығыңды білем ғой. Мен сен ертең соттатам. Анау мынау емес, уәке, осыдан ютубта көрсететін сотқа апарамын мен сен бар ғой. Кешірдім деп қойдым, мен кешірім сұрап жүрген адам болса осыдан. Мына ауылға не болған шешең?